Assalamu alaikum ағайын. Халық әндері өлең жырмен байланысты дәстүрі. Халық әні өмірдің, табиғаттың өз туындысы. Халық әндерінің үлкен қазына екендігі де осы қасиетінде. Сол әндерде халық өмірінің сәулесі болуында деп жазған екен Ахмет Жұбанов. Шындығында қазақтың халық әндерінде ерекше лебіз бен жүрекке тыныштық пен рахат сезім сыйлайтын сиқыр бар. Әлем сахналарында шырқалған қазақ халық әндері ешкімді бейжай қалдырған емес. Баяғы заманнан қазақ әндері әлемді таңдандырып келеді. Өйткені халық әндерінде халықтың жаны, рухы ешқандай бояусыз шынайы түрде көрініс тапқан. Туғанда дүние есігін ашады өлең, өлеңмен жер қойнына кірер денең. Қазақтың ұлттық болмысын ұлы кемеңгеріміз Абай Құнанбаевтай бір ауыз сөзбен, шеберлікпен ешкім суреттеп бере алмас. Бала дүние есігін ашқаннан әнмен, жырмен, сәбиді қарсы алатын қазақ шілдехана, бесікке салу, тұсау кесу, сүндетке отырғызу, үйлену салт дәстүрлерінің асқан сән салтанатпен, әдеппен атқара білген. Қазақ халқы болмысынан әуенге, жырға жаны құмар халық. Қазақ даласы тудырған ерекше дарын Шәмші Қалдаяқов маған қазақ даласының бәрі ән салып тұрғандай күй кешемін деген екен. Қазақ сырқат адамның көңілін сұрау, қаралы үйге естірту, көңіл айту, қайғыны ортақтаса білу дәстүрлі бойынша ең сезімтал әрі жанашыр халық. Бауырмалдылығымен жанды тебірентер жырларды естігенде көңілін қайғы басып отырған қауым жұбанатындай өлеңді жанынан суырып салма дәстүрмен шебер орындай білген. Жоқтау жырлары сай сүйегіңді сырқыратып, дүниеден өткен жанның қадір қасиетін өлеңмен өріп жырлағанда жыламаған ел қалмайды. Қайғысы мен қуанышын әнге қосып жырлап, өмірдің қарасы мен ағын бірдей қабылдап, терең жанын әнмен емдеген қазақ қашанда биік тұғырлардан көрінуге лайық халық.